Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге бақылайық ақпараттық танымдық бағдарламасы. Бүгінгі түсірілім жұмыстары Жетісудың әулиелер мекені саналатын Қаратал ауданында жалғасын таппақ. Бүгінгі сапар аясында Қаратал ауданының діни ахуалына тоқталамыз. Ауданның діни зиярат ететін нысандары мен ғибадат орындарына, сондай-ақ көрікті жерлеріне шолу жасайтын боламыз. Олай болатын болса, біз бастаймыз. Қаратал ауданы Алматы облысының солтүстік бөлігінде орналасқан аумақтық әкімшілік бірлік. Аудан 1928 жылы құрылған. Аумағы 24,2 мың шаршы шақырым. Орталығы Талдықорған қаласынан солтүстік батысқа қарай орналасқан Үштөбе қаласы. Ауданның орталық бөлігімен Жетісудың жеті өзенінің бірі Қаратал ағып өтеді. Үштөбедегі теміржол станциясы көршілес аудандар үшін ғана емес, облыс орталығы Талдықорған үшін де өте маңызды. Аудан халқының саны 48 мыңнан асады. Ұлттық құрамы: қазақтар 62,32%, орыстар 21,91%, күрдтер 4,50%, корейлер 7%, шешендер 1,27%, ал басқалары болса 2,93% құрайды. Қаратал ауданының біліктілігі жоғары деңгейлі дінтанушы маманы Қайрат Егізовтың айтуынша, ауданның діни ахуалы тұрақты, этносаралық және конфессияаралық қатынастар да бір жолға қойылған. Тұрғындардың дін саласына қатысты сұрақтарына дінтанушы маман тарапынан ресми әлеуметтік желілер арқылы жауаптар беріліп отырады. Егізов Қайрат Қанатұлы, Қаратал ауданы бойынша біліктілігі жоғары деңгейлі теолог маман. Қаратал ауданының діни ахуалына тоқтала кететін болсақ, Қаратал ауданында 25 діни бірлестік тіркелген. Оның ішінде 17-сі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты 17 мұсылман мешіті, 1 православтық шіркеуі және 7 протестанттық бағыттағы христиандық шіркеуі. Ауданда 19 адамнан тұратын ақпараттық түсіндіру тобы құрылған. Аудан тұрғындарының дін саласындағы сұрақтарына ресми парақшалар арқылы жауап беріліп тұрады. Ауданда діни ахуал тұрақты. Өзімізге белгілі, Алматы облысы республикадағы көп конфессиялы өңір болып саналады. Облыс аумағында берекесі мен ынтымағы жарасқан көптеген этнос және ұлыс өкілдері тұрады. Қаратал ауданында халықтар арасындағы достық пен бірліктің маңыздылығын айғақтайтын ескерткіш орналасқан. Көріп отырғанымыздай, мына ескерткіштің сыртқы формасы кәнігі өзіміздің шаңырақ елестетеді. Бұл дегеніміз қазақ халқының кеңпейілдігі мен қонақжайлылығының көрінісі. Өзге дін өкілдерін, діни наным сенімдеріне қарамастан бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүруге үндейді. Сөзіміздің басында Қаратал ауданын әулиелер мекені деп қалдық қой. Оның неге олай аталатындығын түсіндіріп көрейік. Жалпы бұл ауданда талай даулы мәселелерді сөз бастаған қазақтың атақты би шешендері ғұмыр кешкен. Біз тұрған мына мазарда 18 ғасырда өмір сүрген қазақтың атақты биі әрі қол бастаған батыр атанған Балтық би әулие жерленген екен. Қаратал ауданындағы Оян ауылының шығыс жағындағы қорымда 1994 жылы Балтық би кесенесі тұрғызылған. Оның қабырғасы күйдірілген кірпіштен қаланып, сырты мәрмәрмен қапталған. Сыртқы пішіні күмбез тәріздес. Басына граниттен құлпытас қойылған. Іргесінде жасыл желекке бөлінген бақ бар. Басына келіп түнеушілерге де арнайы орын жасалған.
Жалпы бұл ауданда 21 абыз әулиенің кесенесі орналасқан. Біз қазір бүкіл саналы ғұмырын туған халқының тұтастығы мен ынтымақ бірлігін сақтауға жұмсаған, биліктің шыңына шықса да адалдықтың ақ жолынан танбаған ұлық тұлғалардың бірі Ескелді би Жылкелдіұлының кесенесінің маңында тұрмыз. Биыл тарихи тұлғаның туғанына 329 жыл. Мемлекет қорғауына алынған кесененің алдына төсеніштер төселіп, жан-жағы қоршалған. Ескелді би Жылкелдіұлы атақты Төле бидің Ұланбике атты қызынан туған жиен немересі. Төле би жиенін 12 жасқа дейін қасына ертіп жүріп, өзі тәрбиелеген. Кейін Ескелді би хан Абылайдың уәзірі атанып, Қазақ хандығының ішкі және сыртқы саясатына етене араласады. Ескелді атамыз кезінде елім, жерім деп еңіреп өткен Ескелді дейді. Бұл кісі ел үшін, халық үшін аянбай еңбек еткен, сондықтан да әулиелік дәрежеге жеткен. Міне біз Қаратал ауданына қарасты Кәлпе ауылына да келіп жеттік. Бұл жерде жау жылатқан елімді мен жұбатсам деп ұрысқа түсіп, кең даламыз жаудың аяғының астында қалмас үшін күрескен батыр бабамыз Жолбарыс Жылқайдарұлы жерленген. Мына кесене сол батыр бабамыздың құрметіне тұрғызылған екен. Жолбарыс би Жылқайдарұлы 1671-1761 жылдар аралығында өмір сүрген атақты би, батыр болған. Әкесі Жылқайдар бақуатты, бай кісі болған деседі. Әйелі Жолбарысқа босанғанда аян көреді. Аянда баласының атын үйіне келген бір мүсәпір қоятыны туралы айтылады. Бала 10 жасқа келгенде әлгі түсінде көрген адамы келіп, Жолбарыс деп атын қойған. Батырдың арқасында ел әулиеліктің нышаны деп білген. Атын тура атамай, Шұбар ата деп атап кеткен. Денесіне жау қаруын дарытпаған батыр, әрі ертеңгі күнді болжай білген сәуегей әділ би, жоңғарлардан елін азат ету жолында Ескелді, Балпық, Қаблиса билермен үзеңгілес болған. Қазір күні өткеніміз түгенделіп, өшкеніміз қайта жаңғыру үстінде. Егер де біз өткенімізге салауат айтып, болашаққа үкіл үмітпен қарайтын болсақ, онда ұлық бабаларымыздың есімін ұлықтау керекпіз, оларды мәңгі ұмытпау керекпіз. Құрметті көрермен, Бақылайық ақпараттық танымдық бағдарламасының кезекті саны осымен тәмам. Еліміздегі татулық пен тұрақтылықтың тұғыры шайқалмай, ынтымақ пен берекенің ғұмыры ұзара берсін. Аман, сау болыңыздар.